Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді муравейниктің рецептісін ұсынатын боламын. Бұл муравейник оңай жасалады және өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: ұн қажет, қопсытқыш, қант, бір жұмыртқа, қаймақ және де сары май қажет. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майды осындай бір ыдысқа салып, қолымызбен мыжып еземіз. Егер де сары майларыңыз қаттылау болса, яғни холодильниктен шыққан сары май болса, онда үккіштен өткізіп жіберуге болады. Енді сары майымыздың үстіне қантымызды қосамыз да екеуін мыжып араластырамыз. Енді бір жұмыртқаны қосамыз да араластырамыз. Енді қаймақ қосамыз. Менде мұнда қаймақ сәл сұйықтау болды, бірақ та ештеңе етпейді, қоса беруге болады. Енді кезекте қопсытқышымызды қосамыз, және де қопсытқыштың артынан бірден ситадан өткізілген ұнды 2-ге 3-ке бөліп қосып, осылай қамыр илейміз. Муравейниктің қамырын жұмсақ қылмай, сәл қаттылау илеген дұрыс, себебі піскен кезде езілмей, үгітілмей, біркелкі болып жақсы піседі. Тура осылай қамырымыздың барлығын илеп біріктіріп аламыз. Енді осы илеген қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз, себебі кейін үккіштен өткізген кезде қолымызға ұстауға ыңғайлы болу үшін. Енді дайын болған қамырымызды салафанға салып, морозильникқа 1 сағатқа салып қатырамыз. 1-1,5 сағат уақыт өткеннен кейін осындай противенімізді аламыз да, жаңағы морозильниктен шыққан қамырларымызды осы противенге үккіштен өткіземіз. Противенға пергамент қағазын салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Бұл қамыр противенға мүлдем жабыспай піседі. Осылай үккіштен өткізіп аламыз да, барлық жеріне қамырларымызды жайып шығамыз. Дайын болған қамырларымызды духовкада 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің муравейникіміз тура осылай піседі. Енді біз әсемдеп бастаймыз. Ең алдымен осындай бір ыдыс алып аламыз да, осылай муравейникіміздің барлығын үгітеміз. Қатты езіп жібермейміз, қолымызбен ақырын үгітеміз. Енді біз муравейнигіміздің кремін жасаймыз. Ол үшін бізге 1 қасық сары май мен сгущенка керек. Екеуін біріктіріп араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді біз муравейнигімізге осы кремімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Муравейникті әртүрлі қылып жасауға болады. Домалақ қылып жасап, кекстің қағазына салуға да болады, бірақ мен оңай түрін көрсетемін. Креміміз муравейникқа сіңу үшін осылай әбден араластырамыз. Міне біздің муравейнигіміз дайын болды. Енді осыны әдемілеп тәлеңкеге саламыз да, үстінен қасықпен біраз басамыз. Енді әдемілеу үшін бетіне шоколадты үккіштен өткізіп себетін боламыз. Бетіне шоколадтың барлық түрін қолдана беруге болады, және аздап мак сепсеңіздер де болады.
міне біздің тез дайындалатын өте дәмді муравейнигіміз дайын болды. Менің рецептім ұнап жатса каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.